Францияның Конституциялық кеңесі эвтаназия құқығы туралы заңды мақұлдады. Емделмейтін дертке шалдыққан кейбір ересектерге эвтаназия құқығын беретін заң жобасын парламент жылдар бойы созылған пікірталастардан кейін шілде айында қабылдаған болатын. Франция президенті Эммануэль Макронның әкімшілігі бұл шешімді жоғары бағалады, өйткені бұл заң оның екінші мерзіміндегі басты әлеуметтік реформалардың бірі. Дегенмен, Макронның тағы бір реформасына соққы болып, Францияның жоғары соты 15 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салу туралы шешімді кері қайтарды. Сот бұл тыйым сөз және қарым-қатынас бостандығы қағидатына сәйкес келмейді деп тапты. Франция үкіметі бұл тыйымды жастарды әлеуметтік желілердің зиянды әсерінен қорғаудың жолы ретінде ұсынған еді. Макронның әкімшілігі президенттің балалардың TikTok сияқты қосымшаларды пайдалануын шектеу жоспарынан бас тартпайтынын және үкімет жаңа заң жобасын әзірлейтінін хабарлады.